Төртінші тарау. Өзіңді кемшілігіңмен қоса сүй. Шығыс Азияға барған сапарымда Сингапурде 300 кәсіпкердің алдында сөз сөйледім. Кездесу аяқталған соң дәлізде бір байсалды жігіт жолықты. Ол да өзгелер секілді өзіне сенімді және өмірде табысты болып көрінді. Сондықтан оның алғашқы сөзі мені қатты таңғалдырды. «Ник, маған көмектесіңізші», деді ол. Ол 3 банкке иелік етеді екен. Алайда материалдық байлығы өмірінің моральдық жыртығын жамай алмай, менен көмек сұрапты. Менің сүйкімді қызым бар, жасы 14-те. Айнаға қарайды да өзін ұсқынсыз санайды. Мұнысын түсінбей далмыз. Жарығымның өзіне жатырқай қарауы жүрегіме ауыр тиіп жүр. Өзінің әдемі екенін түсінбейді. Мен көріп тұрған сұлулықты ол неге көрмейді? Қалай түсіндіремін? Деді солғын тартқан жүзі мұңайып. Ол жігіттің жай күйін түсінуге болады. Ата-анаға баласының қиналғанын көруден ауыр ештеңе жоқ. Ерлі-зайыптылар қызымыз өз қадірін білсінші деп еш аянып қалмапты. Негізі бұл өзі аса маңызды мәселе. Егер өзімізді жас сезінбесек, күш қайратымызға сенбесек, онда қартайып, ауыра бастағанда қандай күйде болмақпыз? Егер өзімізді қандай да бір себептермен жақсы көрмесек, жағымсыз әрі зиянды сезім сананы торлап алады. Егер өз басымыздан жақсы қасиеттерді көрмей, тек нашар қылықтарды іздесек, жастық шақтағы сенімсіздік тығырыққа тірейді. Адам баласы көркем жаратылыс. Онда неге өз болмысымызды қабылдау, өзімізді жақсы көру өте қиын? Неге адамды мен сұлу емеспін, бойым ұзын емес, денем жіптіктей болмай тұр, өзімде жақсы емеспін деген ойлар жиі мазалайды. Әлгі сингапурлық әке қызын махаббат пен қамқорлыққа бөлеп, оның өзіне деген сенімін, өз санасындағы бағасын өсіруге тырысып жатқаны анық. Біздің өзімізді жақсы көруіміз үшін ата-анамыз бен туыстарымыз бәрін істеуге дайын. Алайда сыныптасымыздың, бастығымыздың немесе әріптесіміздің бір ауыз сөзі өзімізге деген махаббатты бір сәтте ғайып қыла алады. Ондай сөзге ренжісек, құрбандыққа айналғанымыз. Қиындықтың барлығы өзімізді басқаның пікірі бойынша бағалауымыздан, өзімізді басқалармен салыстыра бастауымыздан туындайды. Өзімізді қабылдай алмасақ, басқаларды қабылдауымыз өте қиын. Бұл жалғыздық пен оқшаулыққа апарады. Бір күні жасөспірімдер алдында сөз сөйледім. Атақты болуға деген құмарлық аса көрікті емес жандар мен спорттық тұрғыдан алғанда әлсіздерді кемсітуге мәжбүрлейтіні туралы айтуым керек еді. Өз ойымды жеткізу үшін жиналғандарға сұрақты төтесінен қойдым. Кім менің досым болғысы келеді? Бақытыма орай, тыңдармандардың көбі қолдарын көтерді. Одан соң жауабын табу қиынға соғатын мынадай сауал тастадым. Демек, сіздерге менің түрімнің қандай екені маңызды емес пе? Тыңдармандар үндемей қалды. Бұл кезде біз жасөспірімдердің бәрінің жақсы киініп, сәнді шаш қойып, артық салмақ жинамауға тырысатыны, бір қалыпты болғысы келетіні туралы айтып жатқан едік. Демек, қол-аяғы жоқ жігітпен дос болғыларыңыз келеді. Осы уақытқа дейін көрген адамдарыңыздың біріне де ұқсамайтын жігітпін. Бірақ қымбат джинси кимеген немесе дене бітімі киіміне лайық емес, құр достарыңыздан алшақ жүруге тырысасыздар. Өзіңізге көңіліңіз толмаса, басқа адамдарға көңіліңіз қалай толмақ?
Құдай сізді жақсы көреді. Сіз де өзіңізді жақсы көріңіз. Сонда ғана тыныштық табасыз, қанағаттанасыз. Жасөспірімдер мен жастардың бастан өткеретін қиындықтары бүкіл әлемде бірдей. Мені Қытай мен Оңтүстік Корея жастарының алдында сөз сөйлеуге шақырды. Себебі қарқынды дамып келе жатқан бұл елдердің жастары жиі күйзеліске түсіп, суицидке бір табан жақын жүреді екен. Оңтүстік Кореяға 2010 жылы Ванкуверде қысқы Олимпиада ойындары өтіп жатқанда бардым. Мәнерлеп сырғанау спортының ханшайымы атанған Юна Ким еліне алғашқы алтынды әкелгендегі Оңтүстік Корея халқының ұлттық мақтанышы мен энтузиазмын көрдім. Спортшы қыздың өнеріне деген қызығушылықтың жоғары болғаны сондай, финал өтіп жатқан кезде Кореяның хор нарығы тоқтап қалды. Мұнда көп адам күйзеліске ұшырайды. Себебі өте көп жұмыс істейді. Мектептер арасында да бәсекелестік тым жоғары. Жастар екінің біріне бұйыра бермейтін алғашқы орын үшін таласып, содан зардап шегеді. Алғы шепті иелене алмаса, өзін жолы болмайтын адам санайды. Оларға емтихандағы сәтсіздіктің қайғыруға себеп емес екенін айттым. Барлығымыз да Құдайға қымбатпыз. Ол бізді қалай жақсы көрсе, біз де өзімізді солай жақсы көргеніміз абзал. Өзіңді қабылдау және жақсы көру өзімшілдік пен эгоизмге жатпайды. Өзіңді жақсы көру риясыз сезім. Біреуден көмек күткеннен гөрі өзіңіз бірінші көмектесуге талпыныңыз. Көп алмаңыз, көп беріңіз. Сұрамаса да көмектесіңіз. Өзіңізді бар болмысыңызбен қабылдаңыз, жақсы көріңіз. Сізді ешкім жақсы көрмесе, сіз де өзіңізді жақсы көрмейсіз бе? Бос сөз. Сіз де мен де Құдайдың құлымыз. Әрбіріміз оның махаббатынан, мейірімінен және кешірімінен үміттене аламыз. Өзімізді жақсы көріп, мінсіз емес екенімізді түсініп, қателіктерімізді кеше білуге тиіспіз. Себебі жаратылысымыз солай. Оңтүстік Америкаға жол түскенде Колумбиядағы есірткіге тәуелділерді сауықтыру орталығында сөз сөйледім. Әлі есірткіден бас тарта алмай жүргендер мен бұрынғы есірткісіз тұра алмаған, қазір сауыққандар өздерін мүлде құрметтемеген, өз өмірлерінің қаншалықты бағалы екенін түсінбеген. Сол үшін де осы бір заһарға құлша табынып, тағдырына балта шапқан. Құдай сіздерді есірткіге тәуелділіктеріңізге қарамастан жақсы көреді, дедім. Аудармашының көмегімен Құдай сіздерді жақсы көреді, деп сан мәрте қайталап айтқанда, олар көзіне жас алды. Жүзі үміт отымен сәулеленді. Егер Құдай күнәларымызды кешірсе, осы қалпымызда жақсы көрсе, онда неге біз өзімізді кешіріп, өзімізді қабылдай алмаймыз? Сингапурлық банкирдің қызы секілді, колумбиялық нашақорлар да өз бағасын жоғалтып, өмірлерін құрметтеуден қалған. Өмірдің ұсынатын ғажайыбына өздерін лайықсыз санаған. Оларға барлығымыздың Құдайдың сүйікті құлдары екенімізді айттым. Егер Құдай бізді жақсы көріп, кешірсе, біз де өзімізді жақсы көріп, кешіре білгеніміз жөн. Сондай жақсы өмірге ұмтылғанымыз абзал. Иса пайғамбардан ең маңызды ережелерді сұрағанда, ең маңыздысы Құдайды жақсы көру, содан соң жақыныңды, одан кейін өзіңді жақсы көру деген. Өзіңді жақсы көру өзіңнен басқаны көзге ілмеу деген сөз емес. Өзіңізді жақсы көргеніңіз өміріңізді сіз үшін, сізді қоршаған адамдар үшін игілік әкелер ең қымбат сый деп білгеніңіз. Кемшіліктеріңіз бен қателіктеріңізге үңіле бергенше, басқа адамдарға қандай жақсылық жасай алатыныңыз жайлы ойлаңыз. Талантыңызды, біліміңізді,
даналығыңызды, шығармашылық қабілетіңізді, еңбекқорлығыңыз бен қайырымдылығыңызды бағалаңыз. Біреудің көңілінен шығуды ойламаңыз. Қандай болуыңыз керек екенін өзіңіз шешесіз. Ішкі жарық. Әйгілі психиатр Элизабет Кюблер-Росс адамдар витраж секілді деп тұжырым жасайды. Олар күн шыққанда жарқырап тұрады, алайда қараңғы түсіп ішкі жарығы жарқырағанда ғана шынайы сұлулығы көрінеді. Өмірде шектеу жоқ, сондықтан ішкі сәуле күйзелістің қараңғылығын жеңеді. Есірткіге тәуелділіктен, ішімдікке әуестіктен құтылуға көмектеседі. Тағы басқа күрделі мәселелерді шешеді. Сұлулығыңыз бен құндылығыңызға сеніңіз. Сіз өмірді өзгерте аласыз және әлемге аса қажетсіз. Шектеудің шеңберіне түсіп қалмау үшін өмірдегі мақсатыңызды табыңыз. Үмітті жаңа мүмкіндіктерге деген сенімді жоғалтпау ең қиын сәттерде де алға ұмтылуға жол ашады. Кемелдікке жақындай түсу үшін жетістік пен бақытқа лайық екеніңізге сеніңіз. Үйлесімді өмір сүретін бір досым бар. Құдай берген дарынын үлкен құлшыныспен дамытады. Өзі бақытты әрі қанағатшыл. Оның қасында жүру бір ғанибет. Оны бәрі жақсы көреді. Неге? Себебі оның ішкі сәулесі кемел. Өзін жақсы көреді, бірақ оны өзімшіл, эгоист деуге болмайды. Ісі ойындағыдай болмай жатса, қиналып қайғырмайды. Жақсының да, жаманның да қайыры бар екенін түсінеді. Өз бақыты үшін күреседі. Ондай адамдарды сіздің де танитыныңызға сенімдімін. Бір адамның қайғысы мен қиындығы айналасына түгел әсер ететін де жағдай болып жатады. Егер өзіңізді бар болмысыңызбен қабылдамасаңыз, оқшауланып қаласыз. Ішкі сәулеңіз болмаса, адамдардың бағасын күтесіз. Өзгенің пікірі ғана сізге сенімділік сыйлайды. Бұл түңілуге апаратын жол. Себебі, ең әуелі өзіңізді өзіңіз бар қалпыңызбен қабылдай білуіңіз қажет. Сұлулығыңыз бен адами құндылығыңыздың шынайы өлшемі сеніміңіз. Айту оңай болса да, әрекеттің қиын екенін өте жақсы білемін. Ондай жағдайларды өзім де басымнан өткердім. Діни отбасында дүниеге келгендіктен бала күнімнен Құдай сені жақсы көреді және белгілі бір жоспармен дүниеге әкелді деп үйретті. Бірақ көшеде не мектепте бір бала маған қарап, саусағын шошайтып, ұсқынсызсың десе болды, ата-анам мен туыстарымның барлық еңбегі зая кететін. Өмір өте қатал. Адамдар көп жағдайда өз әрекеттері жайында терең ойлана бермейді. Өзіңіздің ішкі қуатыңызды оятып үйреніңіз. Ал ішкі қуатыңыз жоғала бастағанда, әрдайым күш пен махаббаттың қайнар көзі Құдайдан көмек сұрасаңыз болады. Өзіңізге деген махаббат пен өзіңізді дұрыс қабылдау өте маңызды. Алайда, жұрт бүгінде бұл ұғымдарды толық түсінбейді. Құдайдың махаббатынан жаралдым. Бұл өмірге Құдайдың белгілі бір жоспары бойынша келдім деп өзіңізді жақсы көріңіз. Жасөспірімдер, тіпті ересек адамдар да бұл түсінікті қате тәпсірлеп, өзімшіл, эгоистерге айналады. Сұлулық пен атақ даңққа табындырып, жұртты азғыратын көптеген реалити шоуларға, фильмдерге, телевизиялық бағдарламаларға телміріп отыратын жастарды сұлулық пен байлықтың өмірдегі басты мақсат емес екеніне сендіріп көріңіз. Мұнан соң көптеген әйгілі адамдардың мешітке емес, бейімдеу орталықтарына тап болатыны таңғалдырмайды. Олардың көбі өркөкірек болып, нәпсіге табынып кеткендер. Бізден бұрынғылар да солай өмір сүрді ме екен, елестету қиын. Қазіргі заманда адамдарды белгілі бір стильде киінуге, белгілі бір көлікпен жүруге,
белгілі бір өмір салтын ұстануға жан-жақтан үйретіп ақ жатады. Сонда ғана сізді басқалар жақсы көреді, бағалайды, жетістікке жеткен адам деп санайдымыз. Біздің қазіргі кезеңдік нүктеміз өте қауіпті. Қауіптілігі сондай, тіпті ендігі уақытта порнографиялық бағдарламаға қатысудың өзі атақ пен жетістікке, бақытқа әкеледі деген ой қалыпты жағдай болып қабылдануы да мүмкін. Ойлап қараңызшы, баспасөз беттерінде азып-тозып ішкілікке салынып кеткен, сөйтіп берекесі қашқан киножұлдыздар туралы емес, жоғары оқу орындарының түлектері жайында, немесе рухани ілім тарататын, Құдайға сыйынуға шақырып, жақсылық жасауға үндейтін адамдар туралы жиі насихат жасалса, бұл әлем әлде қайда тартымды болып көрінбей ме? Әрине, жақсылықтан, ізгіліктен мүлдем айырылып қалдық деуге ерте. Мен осы кезге дейін қолшылық жасауға келген, ізгілікке қызмет етуге ниеттенген, жүректеріндегі мейірім оты лаулаған көптеген жастар мен егде кісілерді көрдім. Жасөспірімдер мен үлкендердің демалыс уақытында үшінші әлем елдеріне еріктілер қатарында аттанғанын, өз жеріндегі мұқтаждарға көмек бергенін де көрдім. Пластикалық операцияны, липосакцияны немесе Луи Виттон сөмкелеріне қол жеткізуді мақсат тұтпайтын да адамдар бар. Қу дүниенің соңына түскенде немесе дене мінсіздігін мақсат еткенде құндылықтарыңызды өзгелер анықтайды. Демек, сіз өзіңізден бас тарттыңыз. Бұдан сіздің берекеңіз жоғалады. Менің дискімді тыңдаған соң бір қыз былай деп жазды: өзімді жақсы көрмесем, басқалардың мені жақсы көргенінен еш пайда жоғын түсіндім. Сіздің жазбаларыңызды көргеніме 1 жылдан асып кетіпті. Бүгін тағы қарап шықтым. Мен үшін қандай жақсылық істегеніңізді айтпасам болмайды деген шешімге келдім. Маған өзімді бағалауды, бар болмысыммен жақсы көруді, өзім қалағандай өмір сүруді үйреттіңіз. Айтпақшы, өзіме деген пейілімді өзгерткенде досым қатты қуанды. Оның да сізге алғысы шексіз. Ол әрдайым мен үшін алаңдайтын және ақымақтықпен өзіне қол жұмсап қояды деп қорқатын. Бірақ мен өзгердім және өмірім әлде қайда бақытты бола бастады. Құрметті тыңдармандарым, видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды жазып және достарыңызға жіберіп мотивация алуына себеп болыңыз.